Сәлеметсіздер ме, құрметті трейдерлер? Бүгін 2026 жылдың 26 мамыры сейсенбі, және біз әлемдік қаржы нарықтағы басты оқиғаларды талдайтын боламыз. Күнделікті брифинг барысында менің есімім Алишер Утамбаев. Сіздер iMarkets Central Asia, iMarkets Қазақстан YouTube арналарына кірдіңіздер және қош келдіңіздер деп айтамыз. Қазіргі таңда нарықтар өте күрделі кезеңде тұр. Инвесторлар ақш Федералдық резервтің жүйесінің жаңа басшысының алғашқы мәлімдемелерін бақылап жатыр. Таяу шығыстағы геосаяси жағдайды бақылауда ұстап отыр және жоғары пайыздық мөлшерлемелердің әлемдік экономикасына әсерін қайта есептеуде. Бүгінгі біз талқылайтын тақырыптарды айта кететін болсақ, ол әрине де біздің бүгінгі күнтізбеде жазылған. Енді айтарлықтай бір көп оқиғалар болып жатқан жоқ. Жаңа апта енді ғана басталды. Әзірге жағдайдағы бір нарықтағы бір түсініспеушілік жағдай сақталуда. Сондықтан әрмен қарай біз сіздермен бірге дәл осы болып жатқан жағдайларды енді егжейлі талқылайтын боламыз. Соңғы күндері нарықтағы ең негізгі тақырыптардың бірі ақш Федералдық резервтік жүйесінің басшылығының ауысуы болды. 22 мамыр күні Кевин Уорш ресми түрде ФРЖ-ның жаңа төрағасы ретінде Ақ үйінде ант қабылдап қызметіне кірісті. Бұл 1987 жылдан бері алғаш рет ФРЖ басшысының Ақ үйде ант беру рәсімі болды. Ант қабылдау рәсімінде ақш президенті жаңа ФРЖ төрағасының толық тәуелсіз жұмыс істеу керек екенін мәлімдеді. Ал Кевин Уорш өз сөзінде ФРЖ-ны реформаларға бағытталған жүйеге айналдыруға ниет екенін айтып, инфляциямен күрес пен экономикалық өсім арасындағы тепе-теңдікке ерекше назар аударды. Нарық дәл осы жаңалыққа өте белсенді реакция берді, себебі инвесторлар жаңа басшылықтың пайыздық мөлшерлемелерге қатысты саясаты қандай болатынын түсінуге тырысып жатыр. Енді ең алдымен біз сіздермен бірге әдеттегідей доллар индексінен бастайтын боламыз. Дәл қазір енді жағдай сәл қиындау, күрделі жағдай сақталып жатыр деп айтуға келеді. Америкалық доллар аптаның басында күшті позицияларын сақтап қалды. Индекс 99 деңгейінің маңында қалып отыр. Алайда соңғы 2 күнде құбылмалық айтарлықтай өсті. Аптаның басында доллар аздап әлсіреді, себебі инвесторлар таяу шығыстағы жағдайдың тұрақтануына қатысты алғашқы позитивті сигналдарды бағалай бастады. Нәтижесінде қор нарығында сұраныс артып, қорғаныс активтері аздап қысымға ұшырап жатыр. Алайда кейін доллар қайтадан нығая бастады. Бұған бірнеше фактор әсер еткенін айта кету қажет. Біріншіден, жаңа ФРЖ-ның төрағасы Кевин Уорштың реформалар мен инфляцияға қатысты қатаң саясат туралы мәлімдемелері нарыққа айқын хоукиш, яғни қатаң сигнал ретінде қабылданды. Екіншіден, ақштың 10 жылдық мемлекеттік облигацияларының кірістілігі жоғары деңгейде қалып отыр. Инвесторлар ФРЖ мөлшерлемелері ұзақ уақыт жоғары деңгейде сақтайды деп күтуде. Үшіншіден, мұнай бағасының жоғары болуы инфляциялық қысымды күшейтіп отыр, ал бұл долларға қосымша енді қолдау факторы болып саналады. Қазір енді айта кететіндей, аналитиктер доллар индексі 100 деңгейіне қайта жақындауы мүмкін екенін талқылауда, әсіресе егер жаңа ФРЖ басшылығы инфляцияға қарсы өте қатаң риториканы жалғастырса. Сондықтан енді осы апта басында доллар индексі әрмен қарай жоғарыға көшеді деген ойдамыз. Бірақ енді саяси жаңалықтарды күтетін боламыз. Америка құрама штаттарынан келетін саяси жағдайлағы жаңалықтар өте маңызды болмақ. Әрмен қарай біз сіздермен бірге әдеттегідей доллар және евро жұбына көшетін боламыз. Евро соңғы күндері әлсіз динамика көрсетіп жатыр. Аптаның басында евро-доллар жұбы қысқа мерзімді өсім көрсетуге тырысқанымен кейін қайтадан төмендей бастады. Жұптың қозғалысына бірнеше фактор әсер етіп жатыр. Бір жағынан доллардың аздап әлсіреуі евро-доллар жұбына уақытша қолдау көрсетті. Жұп 1,9 аймағына қарай көтерілуге тырысты. Алайда кейін евро қайтадан қысымға түсті, себебі Германия экономикасына қатысты жаңа әлсіз деректер жарияланды. Өнеркәсіптік сектордағы белсенділік төмен деңгейде қалып отыр, ал экспорт көлемі баяулауда. Сонымен қатар Еуропалық орталық банк басшысы Кристиан Лагард инфляция тәуекелі әлі де жоғары екенін мәлімдегенімен, ЕОБ риторикасы ФРЖ-ның
ФРЖ мен салыстырғанда әлдеқайда жұмсақ болып қалуда. Нарық қазір ФРЖ мен ЕОБ арасындағы саясат айырмашылығына ерекше назар аударып отыр. Егер ақш-та мөлшерлемелер ұзақ уақыт жоғары деңгейде сақталса, ал Еуропада жұмсарту талқылана бастаса, бұл еуро үшін теріс фактор болмақ. Техникалық тұрғыдан еуро-доллар жұбы қазір қысым астында. Сарапшылары 1,85 және 1,80 деңгейлерін маңызды қолдау аймақтары ретінде қарастыруда. Ал жоғары жағында 1,1 аймағы әзірге өте күшті кедергі болып жатыр. Сондықтан енді бұл жақта да әрмен қарай болатын жағдайды талқылап отырамыз. Десе де дәл осы жаңалықтарға сәйкес еуроның әрмен қарай төмендеуі біз үшін тосын болып қалмас. Енді британиялық фунт және Америка құрама штаттары долларының жұбы туралы да сөйлесейік. Британдық фунт соңғы күндері өте құбылмалы сауда көрсетуде. Фунт доллар жұбы аптаның басында жоғарылауға тырысқанымен кейін доллардың күшеюі аясында қайта төмендеді. Нарықтағы негізгі назар Ұлыбритания инфляция мен Англия банкі саясатына бағытталған. Соңғы мәліметтер бойынша инфляция баяулағанымен әлі де жоғары деңгейде қалып отыр. Осыған байланысты Англия банкі мөлшерлемелерді ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде ұстап тұру мүмкін деген күтулер сақталуда. Алайда британ экономикасы айтарлықтай әлсірей бастады. Тұтынушылық сұраныс баяулауда, ипотекалық нарық қысым астында, ал бөлшек сауда көрсеткіштері төмендеуде. Соңғы күндері фунттың қозғалысы өте құбылмалы болды. Алдымен жұп 1,1-ден 27 аймағына қарай көтерілді, кейін қайтадан төмендеп түсіп 1,1-ден 26 аймағына жақындады. Инвесторлар сондай-ақ Ұлыбританияның саяси тәуекелдері де бақылауда ұстап отыр. Ұлыбританияның саяси тәуекелдерін де бақылауда ұстап отыр. Мемлекеттік шығындар мен бюджет тапшылығына қатысты пікір таластар фунтқа қысым көрсетуі мүмкін деген ой пікірлер әзірге сақталуда. Дегенмен фунт әзірге еуромен салыстырғанда тұрақтырақ көрінеді, себебі Англия банкі мөлшерлемелерді агрессивті түрде төмендетуге асықпайды. Сондықтан бұл жерде енді біз сіздермен түсініп отырғандай әлдеқайда тұрақты жағдай болуы тиіс, десе де жалпы есебімен айтқанда мінекей графиктерді қарайтын болсақ та бұл жерде өте ұқсас жағдай. Сондықтан бұл ұқсас жағдай әрмен қарай сақталады деген ойдамыз. Әрмен қарай біз көшетін жұп ол әрине де доллар және жапониялық иена. Жапон иенасы әлемдегі ең әлсіз валюталардың бірі болып қалуда. Доллар иена жұбы қайтадан 159-160 аймағына жақындады, ал бұл нарықтағы алаңдаушылықты күшейтетіні сөзсіз анық. Соңғы апталарда Жапон билігі валюталық интервенциялар арқылы иенаны қолдауға бірнеше рет әрекет жасаған болатын, бірақ ФРЖ мен Жапония банкі арасындағы мөлшерлемелер айырмашылығы әлі де өте үлкен болып жатыр. Жапония банкі өте жұмсақ саясатты жалғастыруда, ал ақш жоғары мөлшерлемелерді сақтауда. Нәтижесінде инвесторлар иенаны арзан қаржыландыру валютасы ретінде пайдалануды жалғастырып жатыр. Бұл жағдай мүлдем өзгерген жоқ. Өткен аптадағы брифингтерде де дәл осы жағдайды біз сіздермен бірге талқылаған едік. Соңғы күндері доллар иена жұбы өте агрессивті қозғалыстар көрсетті. Кейбір сессияларда жұп бірнеше 100 пунктке дейін құбылды. Нарық қазір 160 деңгейін өте маңызды психологиялық аймақ ретінде қарастыруда. Егер жұп осы деңгейден жоғары тұрақты бексе, Жапон билігінің жаңа интервенциялары болуы мүмкін деген қауіп күшейеді. Сонымен қатар Жапония экономикасындағы әлсіз тұтынушылық белсенділік пен импорттық инфляцияда иенаға қысым көрсетуді жалғастыруда. Сондықтан енді жалпы есебімен айтқанда бұл жерде де жағдай сәл түсініксіздеу екенін айта кету қажет, десе де дәл қазір енді ФРЖ-дағы келе жатқан жаңа жаңалықтармен бұл жұпта жапониялық иена күшейтілуінің болып қалуы әбден ықтимал деген ойдамыз. Әрмен қарай біз талқылайтын жұп ол әрине де Америка және Канада доллары жұбы. Канадалық доллар соңғы күндерде аралас динамика көрсетуде. Мұнай бағасының жоғары болуы Канада валютасына қолдау көрсеткенімен ақш долларының жалпы күшеюі бұл жұбының төмендеуіне жол бермей отыр. Аптаның басында мұнай бағасының аздап төмендеуі канадалық долларды әлсіретті. Нәтижесінде жалпы есебімен айтқанда бұл
жұп жоғарылады. Алайда кейін мұнай қайтадан тұрақтанып, жұптың өсуі баяулады. Канада банкі өкілдері соңғы күндері ішкі сұраныстың әлсіреуімен тұрғын үй нарығындағы тәуекелдер туралы бірнеше рет ескертті. Бұл инвесторлардың Канада экономикасына қатысты алаңдаушылығын күшейтуде. Сонымен қатар ақш экономикасының тұрақтылығы канадалық валютаға қысым көрсетіп отыр. Себебі инвесторлар долларлық активтерді әлі де тартымды деп санайды. Техникалық тұрғыда айтатын болсақ, бұл жұп жоғары бағытталған трендті сақтап отыр, бірақ мұнай бағасы күрт өссе канадалық доллар уақытша күшеюі мүмкін деген ой пікірлер бар. Сондықтан біз де дәл осы ой пікірлерге сене отырып, бұл жұптың күшеюіне сенеміз деген ойдамын. Қазір былай мінекей сызып қойсақ дұрыс болатын шығар, достар. Әрмен қарай біз талқылайтын тақырып ол әрине де WTI маркасындағы мұнай. Бұл жерде жағдай әлдеқайда күрделі болып жатыр. Дәл қазір мұнай нарығы соңғы күндері өте құбылмалы, және басты себеп таяу шығыстағы жағдай. Аптаның басында келіссөздерге қатысты алғашқы позитивті жаңалықтардан кейін мұнай бағасы аздап төмендеді. Инвесторлар жеткізілім тәуекелдері азаюы мүмкін деп үміттенеді. Алайда кейін нарық қайықтадан сақтылыққа көшті, себебі Ормұз бұғасы айналасындағы тәуекелдер әлі де жоғары деңгейде қалып отыр. ОПЕК плюс өкілдері де соңғы күндері мұнай нарығының тұрақтандыруы үшін қажет болса өндіріс шектеулерін сақтауға дайын екенін мәлімдеді. Сонымен қатар ақш-тағы мұнай қорларының азаюы бағаларға қолдау көрсетіп жатыр. Дегенмен инвесторлар әлемдік сұраныстың әлсіреуінен де қауіптенуде. Егер жоғары мөлшерлемелер жаһандық экономиканы баяулатса, бұл мұнай тұтынуына қысым көрсетуі мүмкін деген ойлар қалыптасуда. Сондықтан мұнай нарығы қазір геосаяси тәуекелдер мен экономикалық баяулау қорқынышының арасында қалып отыр десе де, әзірге позитивті жаңалықтарға сенеміз. Геосаяси шиеленіс азайып бара жатыр деген деректер бізге келуде. Сондықтан сол деректерге де біз де сенеміз. Енді алтынға көшейік. Алтын соңғы күндері тұрақсыз сауда көрсетуде. Бір жағынан доллардың күшеюі мен жоғары облигациялық кірістіліктер алтынға қысым көрсетуде. Екінші жағынан геосаяси белгісіздік пен жаңа ФРЖ басшылығының саясатына қатысты алаңдаушылық қорғаныс активтеріне сұранысты қолдап жатыр. Кевин Орштың реформалар туралы мәлімдемелері инвесторларды ФРЖ-ның болашақ саясаты қандай болатыны жөнінде ойландыруда. Кейбір сарапшылар жаңа басшылық инфляцияға қарсы агрессивтірек саясат ұстануы мүмкін деп есептейді, және соңғы күндері алтын бағасы бірнеше рет қалпына келуге тырысқанымен доллардың күшеюі металдың өсуін шектеп отыр. Дегенмен орталық банктердің алтын сатып алуы және жаһандық қарыз тәуекелі алтын үшін ұзаққа мерзімді қолдау фактор болып қалуда деген ой пікірлер бар әзірге нарықта. Сондықтан енді бұл жерде де кішігірім жалпы бағалардың өз мәресіне, яғни өзінің бұрынғы деңгейіне жетеді деген ой пікірлер бар. Әрмен қарай енді біз қысқаша тоқталатын тақырып ол әрине де қор нарықтары. Америкалық қор индексі салыстырмалы түрде тұрақты көрінгенімен нарық ішінде алаңдаушылық күшейіп келеді. Жасанды интеллект секторы әлі де басты драйверлердің бірі болып қалуда. Алайда жоғары пайыздық мөлшерлемелер технологиялық компаниялардың бағалауы үшін тәуекел тудырып жатыр. Сонымен қатар инвесторлар жаңа ФРЖ басшылығының саясаты қор нарығына қалай әсер ететінін түсінуге тырысып жатыр. Бұл жерде де жағдай жалпы өзгермеген. Жалпы қорытындылайтын болсақ, әлемдік қаржы нарықтарды қазір өте сезімтал кезеңде екенін айта кету қажет. Доллар және ФРЖ басшылығымен жоғары мөлшерлемелер аясында күшті болып қалуда. Еуро мен иена қысым астында, фунт аралас динамика көрсетуде. Мұнай таяу шығыстағы жаңалықтарға тәуелді болып отыр, ал алтын қорғаныс активі ретіндегі рөлін сақтауға тырысуда. Сондықтан алдағы апталар енді бұл нарықтарда да өте көп жаңалықтар алып келетін болады десе де, біз сіздермен геосаяси жағдайды мұқият бақылап отыратын боламыз. Қадірменді көрермен, осымен бүгінгі шолу аяқталды. Назарларыңызға мыңда бір рахмет. Біздің YouTube арнамызға міндетті түрде жазылып кетіп хабарламаларды қосып алуды ұмытпаңыздар. Егер Форекс нарығындағы жаңалықтармен бірге боламын дейтін болсаңыздар, біздің Instagram және Telegram парақшаларымызға жазылып кетсеңіздер болады. Ал мен сіздерге келесі брифингке дейін сау болыңыздар деп